Жандос, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Гүлназ Нұрсұлтаннамын ғой. Менде біраз сұрақтар бар. Жандос, сіз қай жылы бітірдіңіз біздің университетті? Мен бакалавр 2013 жылы бітірдім. Семей медициналық академия болды. Соған түстім. Бітіргенде университет болды, Семей мемлекеттік медицина университеті. 15 жылы интернатура, сосын енді 15 жылы резидентураға түстім. Осы анестезиология, реанимация, в том числе детская, соған түсіп 2018-де бітірдім. Соның бірден бітірген жылы университетский госпиталь УГНАУ медицинский университеттің сонда істеймін. 2 жыл болды жұмыс істеп жүргеніме. Мына енді бір жағынан мына таңдағаным осында жұмыс істейін деп инфекцияға телевизордан көрсетіп жатады, енді бәрі әлгі тренд болып жатады, әлгі біз сіздер үшін жұмыста қалдық, сіздер біз үшін үйде отырыңыздар. айтып жатады енді. Соған енді жай табличка емес, шындап та қатысып, выше событий деген сияқты көрейін деп, қалай екен деп, бір жағынан опыт енді, бір жағынан адамдарға енді көмектесуге біздің борышымыз ба, жұмысымыз. Дұрыс. Сіз бізге айтыңызшы, сіз осындай қадамға барғаныңызға өкінбейсіз ба? Қалай бардыңыз бұндайға? Көп ойландыңыз ба? Бұндай қадамға өкінбеймін. Ал енді оған ойланғанда енді шыны керек, келіп айтты жұмыста. Енді бір 5 минут ойланған шығар. Бірден шешім қабылдадым. Борышыңыз екенін бірден ұқтыңыз ғой. Ал бастапқы кезде науқаспен қатынасқа түскен кезде қорқыныш сезім болды ма? Сезім болды әрине. Бізді дайындалғанда енді аяқ асты тез не болды ғой. Науқасты бізге айтты, кез келген уақытта шақырады, одан кейін емдеуді бастап кетесіздер деп. Содан киімді киіп, уже жетте алып келеді деді, и жылдан болды. В общем, қасында Дулат деген тоже анестезиолог, реаниматолог дәрігер болды. Сол екеуміз бірге кірдік. Жылдан болды енді. Алып келіп, науқасты капсуламен өте ауыр жағдайда болды. Жағдайы күрделі болды. Сол кезде соны аппаратпен қосып, сатурациясы төмендеп деген сияқты кішкене сондай қиындықтар болды алып келген кезде. Костюмның ішінде өте қиын екен костюммен жүрген. Анан іші ыстық, көз дұрыс көрсетпейді, буланады. Не істеп не қойып жүрген кішкене біраз уақытқа дейін не болады, кішкене өзін потеря сияқты болды кішкене. Одан кейін есімізді жиып, жағдайын түзеттік. Қазір үйрендіңіздер ме костюмға? Костюмға үйрен болды, міне буланбайды. Бізге очки үйрен болған ба, біз оған үйренгеннен ба, буланбайды. Басында буланатын, қазір буланбайды. Дұрыс киюден бәкен техникасы кішкене может. Үйрен ол. Рахмет. Ал енді сіз отбасыңызбен осылай телефон арқылы сөйлесесіз ба? Қалай хабарласасыз? Отбасымен үстіге барғанда хабарласам, ұялы телефонмен. Оларға да енді мен өзім шешім қабылдай салдым, енді осында барам деп. Андай алдын ала мен барайын деп едім, осындай деп, қалай ойлайсыңдар деп, әйеліме или әке-шешеме айтып. Ақылдаспадыңыз. Төбелерден бірақ тастадым, найзағай сияқты. Не болды, ертең кетем, шақырат деп. Шошы қалды енді уайымдап. Анам кішкене көз жасында енді бір дайындап жібергенде бір соғысқа аттанғанда енді сияқты болды. Жарысалып деген сияқты. Неше балаңыз бар, Жандос? Менде 2 балам бар, 2 қызым бар. Жастары нешеде? Үлкені 6-да,
кішісі енді 5 айда кішісі. Кішкентай. А балаңызға қалай түсіндіреді? Жұбайыңыз не деп айтады сізді? Енді науқастарды емдеуге кетті осы коронавируспен деп. Енді телевизордан кешке шейін айтып жатыр ғой коронавирус деп. Балаларды жаттап алған коронавирус деп. Солармен емдеуге деп кетті деп түсіндірді. Кішкентай түсіндіріп керек жоқ ештеңе әлі оқып жатқан жоқ. Әрине. Бірақ мен даусымды таниды енді. Маскада болды ғой осылай. Бірақ сөйлесем, атын айтсам күледі. Құдай-ай. Ал енді тамақтануларыңыз қалай? Қалай тамақтанып жатсыздар? Тамақтану енді жан-жақтан осы больницадан столовыйдан дайындайды тамақты. Одан кейін анандай көмек ретінде біз біргеміз программасы сияқты ма әйтеуір енді жан-жақтан мысалы поликлиникалар жіберді. Так мен байқаған там Жанер 12-ші сва жіберді. Одан кейін реабилитационный БСМП жіберіп жатыр. Областной біздің бүгін алып келіп жатыр көмек ретінде бізге не керек тамақ қандай жабдықтар бытовой. Ал енді өзіңізді өзіңіз қорғау үшін берілетін қорғаныс заттары, дезинфекциялық заттар түгел жеткілікті ме сіздерге? Толықтай беріліп жатыр ма? Мына костюмдар жеткілікті, коробкамен тұр. Как енді заңдағыдай дұрыстап кешеміз енді кірген кезде науқасқа киіп, шыққан кезде шешіп, специальный бөлме бар. Сол жерде арнайы өзінің протокол бойынша шешіп, одан кейін душқа кіреміз бірден. Душқа кіріп, жуынып, таза жерге шығамыз, таза бөлмеге. Костюмдарды тастаймыз барлығын. Костюм бар, маскасы бар, очки бар. Несі енді барлығы бар. Рахмет. Енді жалпы халыққа не айтар едіңіз? Халыққа не деп айтасыз? Халыққа ма? Енді халыққа айтатын енді көп адамдар сенбей жатыр енді осы коронавирус жоқ деп те сөйтіп жазатын. Ондай біз бір науқасты көрген жоқпыз. Осы Қазақстанда бір дәрігерді көрген жоқпыз, картинканы қойып қояды деп. Ал бірақ негізі шындығында біз жұмыс істеп жатырмыз сол науқастармен. Соларды емдеп жатырмыз. Енді жалғыз өзім деп айтпаймын. Қасымдан напарник бар, тоже дәрігер. Одан кейін жоғарыдан тоже барлық бірінді дәрігерлер, доктор, барлық көмектеседі. Солардың ақыл кеңесімен, консилиуммен біздің әр қадамымыз тоже назарда болады. Назарда біз өз бетімізбен шешім қабылдамаймыз. Телемедицина бар, қарап отырған. Телемедицина, қазір Еркін Тұрсынханович директор бізде сол кісі енгізіпті. Камерамен қарап отырады. Біз қалай жұмыс істеп жатқан бәрі контрольда. Және Саят Заманбеков деген біздің координатор кісілер, Дәулет Самжанович, Евгений Геннадьевич, солар бізге барлығы көмектеседі. Бізге егер мысалы науқаспен бір көп әртүрлі мәселелер болды, енді шешу керек деген науқаста соларды ақылдасып сол кісілермен бәрі сол ақылмен кеңеспен шешілді. Кеңес кішкентай келте болмас деп сондай келісіп бәрі істелінгеннен кейін әйтеуір науқастың жағдайы тұрақталды. Алғашында түскен кезде өте ауыр болды жағдайы. Қазір тұрақты ауыр деп айтуға болады. Науқас жасанды тыныс алдыруда болды, интубациялық түтікпен ИВЛ аппаратта болды. Осы 2 күн болды, біз алдық. Интубациялық түтікті экстубация жасалды. Коллегаларыңызға, семьяңызға бірдемке айтқыңыз келе ме, жанұяңызға? Енді бәріне сәлем.
ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, осы коронавирусты бірге жеңейік, барлығы жақсы болсын, еліміз, Қазақстанымыз өсіп гүлдене берсін, экономикамыз бәрі тұрақты болып, жақсылық болсын, тек қана жақсылық. Рахмет. Үйде отырыңыздар дейік бәріне. Үйде отырыңыздар деп. Көп рахмет сізге. Жеміс тілеймін, сәттілік тілеймін. Біз сенімен мақтанамыз.